Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айша тағам арнасы. Бүгін сіздерге таңғы асқа керемет тіске басар дайындайтын боламын. Өте қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ірімшігімізді ұсақтап турап аламыз. Салат жапырағын турап алдық. Және де бізге 2 піскен жұмыртқа қажет. Тағы да бір жұмыртқамыздан ақ уызы қажет. Тек ақ уызын қосып араластыратын боламыз. Қалауынша кетчуп және майонез қоссаңыздар болады, немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Шым-шым тұз және де укроп қостым. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осы мөлшердегі ингредиенттерге 1 лаваш жеткілікті. Салмамызды салып, рулет құсатып орайтын боламыз. Формамызды міндетті түрде майлап алған жөн. Бізде 4 дана шықты. Енді қалған жұмыртқаның сарысын бетіне жағатын боламыз. Қалауынша бетіне мак немесе күнжіт сепсеңіздер болады. Енді оны қызып тұрған пешімізге 10-15 минутқа 180 градусқа жіберетін боламыз. Таңғы асымыз дайын, өте керемет дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, өз ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.